Бәріңіз сәлем, мен тобуын әлемдегі ең бай ютуберлер туралы да, ең бай адамдар туралы да видео түсірген болатынмын. Енді ең бай елдердің тізімі де келіп жетті. Бүгінгі топтамада әлемдегі ең бай 10 елді айтып беретін боламын. Елдердің байлығын, адамдардың байлығын есептеуге қарағанда қиындау. Орысша айтқанда оны ВВП деген затпен есептейді. Қазақша аудармасы жалпы ішкі нарық. Бұл дегеніміз белгілі бір уақыт ішіндегі бір елдің жалпы өндірген тауарлар саны. Ендеше топтамаға кеттік, ал сен видеоға бірден лайкыңды басып жайғасып отыра бер. Ал егер арнаға тіркелмеген болсаң, тіркелуді де ұмытпа. 10-ші орында Австрия. Бұл Германиямен шекараласатын Европадағы кішкентай ел. Жалпы халық саны 8,5 миллион. Ал бір адамға есептелетін ВВП саны болса $39,700. Өздерің байқағандай, Австрия кішкентай және халқы аз ел болса да өте қатты дамыған. Ал Германиямен шекараластық бұларға экономикалық өте үлкен басымдық береді. Әсіресе австриялық темір мен ауыл шаруашылық тауарларының көбісі Германияға экспортталады. Бұл елдің астанасы Вена әлемдегі ең бай қалалардың топ 5-тігінде тұр. 9-ші орында Ирландия. Ирландия өздерінің лепрекондар туралы аңыздарымен немесе юбка киетін еркектермен ғана танымал емес. Бұл экономикасы жақсы дамыған аралда бір адам үшін есептелетін ВВП саны $39,900. Ал халық саны болса шамамен 4,800,000-ға таяу. Ирландия экономикасының басты табыс көздері мата өндіру, тау-кен өндірісі және азық-түлік өнімдерін өндіру. 8-ші орында Голландия. Голландияның халық саны орта есеппен 16,8 миллион. Ал бір адамға есептелетін ВВП құны $42,400. Осындай көрсеткіштерінің арқасында Голландия бүгінгі топтамада 8-ші орында тұр. Голландияның экономикасының 3 тірегі бар. Бұл тау-кен өндірісі, ауыл шаруашылығы және өндіріс. 7-ші орында банктер мен шоколадтардың отаны Швейцария. Швейцарияда бір адамға есептелетін ВВП құны $46,400. Швейцарияның халық саны 10 миллионнан астам. Бұл елдің экономикасының басты тірегі банктер. Әлемдегі үлкен компаниялар мен бай адамдардың бәрі өздерінің ақшаларын Швейцария банктерінде сақтайды. Швейцариядағы ең танымал екі қала Цюрих және Женева. Бұл екі қала әлемдегі ең бай қалалардың топтамасына кіреді. Америка құрама штаттары 6-ші орынға жайғасты. Бұл топтамадағы басқа елдерге қарасақ, халық саны қатты көп емес. Бірақ Американың халық саны болса 328 миллионнан астам. Орта есеппен бұл адамдардың әрқайсына есептелетін ВВП құны $47,000. ақш-тың бұндай үлкен жетістікке жетуінің басты себебі бизнестерге деген бостандық және де үкіметтің бизнестерге деген үлкен қолдау көрсетуі және мықты сот жүйесі мен үлкен табиғи ресурстардың қоры. Сонымен қатар ақш-та тау-кен өндірісі, көлік құрастыру және заманауи технологияларды өндіру жақсы дамыған. 5-ші орында Сингапур. Бұл оңтүстік шығыс Азиядағы үлкен қала тәріздес ел. Бірақ бұның өзі Сингапурға әлемдегі ең бай елдердің қатарына кіруіне кедергі болмады. Бұл елдегі адам басына есептелетін ВВП саны $56,800. Бұл дегеніміз ғаламшар бойынша орта ВВП құнынан 5 есеге көп. Сингапур экономикасының басты табыс көздері банктер және мұнай өндірісі. Сонымен қатар химикат өндірістері де бар. Сингапурда ақш тәріздес либералдық жүйені жақсы дамытып, бизнеске деген үлкен бостандық береді. Сингапур билігі осы бағытқа қатты көңіл бөліп, елдегі бизнеске деген жағдайды барынша ыңғайлы қылдыруға тырысады. Сонымен қатар Сингапурда номер 2-ші әлемдегі ең үлкен сауда порты орналасқан. 4-ші орында солтүстік Европада орналасқан ел Норвегия. Бұл елдегі халық саны қазіргі күнде 5 миллионнан астам. Кішкентай болса да мықты экономикасы бар Норвегияда бір адамға есептелетін ВВП құны $56,900 болып келеді. Норвегияның басты табыс көздері балық аулау және де қайта өңдеу өндірістері. Сонымен қатар мұнай, газ деген сияқты пайдалы қазбаларды табу арқылы да табыс табады. Норвегия шикі мұнай экспорты бойынша әлемде 8-ші орында тұр. Ал өңделген мұнайды экспорттау бойынша 9-ші орында. Газ тасымалдау бойынша 3-ші орында тұр. Біріккен Араб Әмірліктері бүгінгі топтамада 3-ші орында. Бұл таяу шығыста орналасқан кішкентай ғана ел. Біріккен Араб Әмірліктерінің халық саны қазіргі күнде 9,700,000-нан астам. Ал бір адамға есептелетін ВВП құны $57,700. Таяу шығыстағы басқа да елдер сияқты бұл елдің де экономикасының басты тірегі мұнай мен газ болып келеді. Сонымен қатар туризмде жақсы дамыған туризмнің арқасында да біраз табыс табады.
Екінші орынға да келіп жетіппіз. Бүгінгі топтамадағы екінші орындағы ел Люксембург. Люксембург Европадағы тек қала көлемінде ел. Бұл елдегі бір адам басына есептелетін ВВП құны $89,800. Бұндай кішкентай елдің ешқандай мұнайсыз, газсыз осындай дәрежеге жетуінің басты себебі дұрыстап құралған салық жүйесі мен банктер жүйесі. Бұл елде финанстық банк секторы жақсы дамыған. Сонымен қатар тау-кен өндірісі де бар. Люксембургтың халық саны тіпті 1 миллионға да жетпейді. Қазіргі күнде бұл елде 614 мыңға таяу адам өмір сүріп жатыр. Сонымен әлемдегі ең бай ел тағы да таяу шығыста орналасқан кішкентай ел Катар. Катар бұндай дәрежеге пайдалы қазбалардың, мұнай, газдардың арқасында жеткен. Елдегі бір адамға есептелетін ВВП құны $91,400. Катар экономикасының басты тірегі әрине мұнай мен газ. Мұнай мен газды экспорттау арқылы олар бүкіл елінің экономикасының 70% табысын табады. Міне осылайша бұл ел әлемдегі ең бай атағын алып отыр. Сонымен қатар бұл елде келесі жылы футболдан әлем чемпионаты өтетін болады. Әлемдегі ең бай елдердің топтамасы осындай болды. Кейіннен әлемдегі ең кедей елдер туралы немесе ең бай қалалар туралы дегенде видеолар шығатын болады. Сол себепті жіберіп болмас үшін арнаға тіркеліп қой. Осы видео ұнаған болса, лайкыңды басуды ұмытпа.